Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Жаңа жылдық мерекелік салатты бірге дайындаймыз. Соңына дейін қарап, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті құрамдар: ең алдымен картошка, қатты езіп пісірмеңіздер. Барлығында осылай үккіштен майда жағынан өткізіп аламыз. Майда жағынан өткізген жақсы. Салатымыз әдемі шығады. Міне жұмыртқаны өткіземіз. Піскен жұмыртқа және де шұжық, яғни колбаса. Оны да осы майда үккіштен өткізіп аламыз. Сәбізді де барлығын үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Дайын болған құрамды барлығын бір ыдысқа араластырыңыз. Сыр қосып жерсеңіз де болады, қоспасаңыз да өте жақсы болып шығады. Мен кішкене сыр қостым. Бұның ішінде сәбізді қоспаймыз. Сәбізді бөлек алып қаламыз. Қазір оған оформление жасайтын боламыз. Қалауынша тұз, майонез салып, жақсылап араластырып алыңыз. Міне дайын массамыз. Енді пищевой пленка немесе үйдегі рулоны осындай целлофандарды алып жасасаңыздар болады. Бірінші сәбізімізді қойып, ішіне дайын болған салманы салып, мандарин тәрізде формаға келтіреміз. Дәл видеодағыдай етіп жасаңыздар, ешқандай қиындығы жоқ, оп-оңай. Соңында өте әдемі нәтиже шығады. Міне дәл осылай видеодағыдай жасап, қысып, ашқанда мандарин тәріздес әдемі форма шығады. Осыны төңкеріп, ыдысқа салып алыңыз, және де дәл осылай барлығында жасап алыңыз. 3 тарелкаға жету керек. Дәл видеодағыдай жасайсыздар, өте қалың, өте жұқа болмау керек сәбізі. Каналымда басқа да рецепттер бар, оңай және дәмді жасалатын. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, ұнаса лайк басып, пікір жазып қойыңыздар. Міне дәл осылай дайын болады. Қараңыздар, өте керемет. Барлығында ыдысыңызға салып алыңыз. Және үйде укроп болса, осылай оформление жасасаңыздар, өте керемет, әдемі болып көрінеді. Мен жасадым. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен Гүлдана тіркеліп, каналыма жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, бірінші видеомды қарау үшін.